Сау бол, қорқынышты қарақшы. Көмегіңе көп рахмет. Мәссаған, көліктің ішінде не болған? Қолға түстің бе, Шумахер? Әрең дегенде шықтық қой. Сен бала қосыне жетпейді, тағы миымды ашпақсың ба? Оның болмас. Қанекей. Міне, ең бастысы қауіпсіздік. Көрдің бе? Дәл солай. Ең бастысы... Қолыңды көтер, жылдам! Полиция? Балақай? Шұғыл хабарландыру. 1 жастағы қыз ұрланды. Бұл баланы қайда кетіп барасың, Жо-жоқ, сіз дұрыс түсінбедіңіз. Қазір мен бәрінде сотта түсіндіретін боласың. Баланы ұрлауға қалай дәтің бар? Тұра тұрыңыз, мен бәрінде түсіндірем. Бұл сіз ойлағанда емес, шын айтам. Дұрыс түсініңіз. Баланы не үшін байлап қойдың? Жауап бер. Қазір оны босатайын. Пышақтаса! Таста дейм! Шұғыл хабарландыру. Жоғалған қыз табылды. Жақсы, жарайды. Менің еш арамойым жоқ. Пышақтаса! Әйтпесе сазайыңды берем. Хабарландыруды қайталаңыз. Жылдам көмек керек. Қылмыскерді ұстап алдым. Қолында қаруы бар. Маған көмек керек. Қайталай, маған көмек керек. Дереу көмек жіберіңдер. Қылмыскер пышақпен қаруланған. Қабылданды. Тез арада көмек жіберем. Енді не істейм? Қашып кетемін деп ойламай қой. Жетер енді. Әбден ашуыма тидің. Құрадым. Оған не көрінді? Жоқ, масқара болдым. Саудаң бетті. Пойыз! Солға! Тұра тұр бәлем, әлі қолға түсерсің. Түк түсінсен бұйырмасын. Не болып өтті өзі? Айтпа. Жылдам. Сені бір жерге тық қой керек. Жақсы. Енді еш жаққа кетіп қалушы болма. Тапжылмай отыр. Терезелер жабу керек. Не қалды? Есік. Есікті де жабу керек.